Алакөл ауданының бұқаралық спорттық іс-шараларды өткізу орталығына жаңа басшы тағайындалды. Осыған дейін тізгінді ұстап, талай жыл жемісті еңбек еткен Алмат Тезекбайұлы Садиевтің өз еркімен жұмыстан кетуіне орай орнына Ердос Темірханұлы Нөсерханов тағайындалды. Ердос Темірханұлы 2021 жылы орталыққа кадр бөлімінің басшысы қызметіне келіп, тынымсыз еңбек етіп, ауданның бұқаралық спортының дамуына көп үлес қосты. Осыған орай, облыстық бұқаралық спорттық іс-шараларды өткізу орталығының басшысы Қалиев Рүстем Жарқынбайұлы да ауданымызға арнайы іс-сапармен келген. Өздеріңізге мәлім, осы президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауы болған. Сол жолдауда мына бұқаралық спортты дамыту бойынша ерекше атап өткен болатын. Осы орайда 2022 жылы барлық өңірлерде облыстық бұқаралық спорттық шаралар өткізу орталықтары ашылған болатын. Қазіргі таңда өздерінің жұмысын жүйелі түрде атқарып келе жатыр. Бізде облыс көлемінде 8 аудан, 2 қалада бұқаралық спорттық шаралар өткізу орталықтары бар. 170-тен астам спорт нұсқаушыларымыз бар. Енді қазіргі таңда мына Алакөл ауданы бойынша келетін болсақ, Алакөл ауданында 24 ауылдық округ бар. Соның 24 ауылдық округінде біздің спорт нұсқаушыларымыз қызмет атқарып келе жатыр. Міне қазіргі таңда Алакөл ауданында басшылар ауысты, жаңадан басшы тағайындалды. Сол басшыға қазір алдағы уақытта біраз тапсырмалар берген болатын. Осы ауылдық жерлердегі спортты дамыту бойынша тапсырмалар берген болатын. Осы тапсырмалар бойынша енді белгілі бір нәтижеге жететіміз деген сенімдеміз. Мекеме директоры орталық ұжымымен кездесіп, алдағы жоспарларды талқылады. Аудандағы 24 ауылдық округтегі спорт нұсқаушыларына талмай еңбек етіп, халықтың спортқа деген құлшынысын артуына, үлес қосуына тілектес екенін де жеткізді. Сонымен қатар, жаңа басшыға тапсырмалар беріп, жаңа көрсеткіштер күтетінін айтты. Абзал Сүлеймен, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.